Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге ешқандай да ұн қосылмайтын, қызылшадан ғана жасалатын витаминный блиннің рецептімен бөлісетін боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің құймақтарымыз, орысша айтқанда блинныларымыз өте жұмсақ әрі влажный болып шығады, дәмі мүлдем керемет. Міндетті түрде мен рецептімен жасап көріңіздер және видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен піскен бір ғана қызылшамыз керек. Қызылшамызды міндетті түрде пісіріп аламыз да сыртын аршып, жақсылап блендерға немесе терканың көмегімен сақтап өткізіп аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды үстіне қосамыз. Бір ас қасық қантымызды және шай қасықтың кішкентай ғана бөлігімен дәмін тату үшін тұзымызды қосып, оның үстінен 5 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап қасықтың немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араластыру уақыты менде 1-2 минут қана және жақсылап араласып бәрі біріккеннен кейін оның 200 мл сүтімізді 3-ке бөліп қосамыз. Бір бөлігін қосқаннан кейін оның үстіне 100 грамм кукуруз крахмалын, жүгері крахмалын қосып, тағы да білет жақсылап араластырып алып, сүтімізді тағы азыдан қосамыз. Бәрін сүттің бірдей қосатын болсаңыздар, жаңа біздің жүгері крахмалдарымыз кішкене комочек сияқты домалақ болып қалады. Сондықтан сүтті азыдан қосу арқылы оны біркелкі осындай қалыпқа келтіреміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай қалып болған кезде табамызды қыздырып аламыз да оның үстіне бір қасық міне осылай сұйықтығымызды құйып, как блины жасағандай қылып жан-жаққа қараттай, осылай міне видеода көріп тұрғандарыңыздай жылжыту арқылы біз блиныларымызды жұқа қылып пісіріп алатын боламыз. Пісіру уақытысы 30-40 секунд қана. Бұл бізде пісіп тұрған қызылша болғандықтан да бұл тез піседі. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай кішкене беті қоюланып, аздаған шаріктер шыққан кезде уже аударатын боламыз. Міне бізде аударылған түрі мынандай болады. Кішкене қоңыр түсті болады аударылғаннан кейін. Енді блинімізді пісіріп болғаннан кейін ішіне қосатын начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге грамм творогымыздың үстінен 4 ас қасық қантымызды және де 2 ас қасық біз қаймағымызды салып, блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің блинларымыз дайын болды. Суығаннан кейін міндетті түрде оларды терісінен қаратып, жаңағы піскен бірінші жағын ішіне қаратып, және екінші болып аударылған әдемі бөлігін сыртына қаратып, ішіне жаңа біздің дайын болған творогтарымызды салып, жақсылап екі шетінен орайтын боламыз. Творогты қосқанда міндетті түрде екі шетіне дейін қатты жақпаңыздар. Себебі ораған кезде шетіне қаратай біздің творогымыз шығып кетеді. Сондықтан 1 сантиметрлей қалдыртып, видеода көріп тұрғандарыңызды ораймыз. Орап болғаннан кейін барлығын біріктіреміз де морозильникке 20-25 минутқа қойып қоямыз. Мұз болып қатып қалмау керек. Біз морозильникке қою себебіміз туралған кезде ішіндегі біздің начинкаларымыз сыртынан шығып кетпес үшін, осындай ровно болып туралу үшін. Міне біздің блинларымыз дайын болып шықты. Өздеріңіздің қалаған формаларыңызға салып, қойып турасаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Жанат, менің каналыма тіркеліп және жанында қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.